Құлағайымыз Саламат ағай. Қалайсыз Саламат ағай? Қажылыққа дайындығыңыз қалай? Ихрам киіп алыпсыз, қайда барасыз? Дүкенге. Минаға бара жатсыз ба? Құдай қаласа Минаға. Қалай енді қажылық? Бірінші рет па сізде? Қажылық. Алғашқы рет. Ой, машалла. Алғашқы рет. Құдай қаласа. Умра өтедіңіз қалай екен? Оны ақырын саған өзім жеке айтамын. Сенден жазбайтын. Енді умрада қанатымыз сәл-пәл ашылғандай болды. Енді үлкен қажылықта қанатымыз кеңге жайылатын шығар. Көңіліміз көтеріліп қайтатын шығар деген. Бұрынғыдан да көтеріліп қайтатын шығар деген ойдамыз. Арафат барған сайын жақындап келатыр. Қандай ойдасыз? Арафатқа қандай жоспар? Жоспар жоқ қой. Сендердің айтқандарыңызды істейміз деп бекініп отырмыз. Мен өзі сондай. Мынау шыны керек бар ғой, ерміз. Көңіл деген адамның алдында жүретін нәрсе ғой. Көңіл деген шарлап, әлем шарлап кете береді. Бұл қандай жер екен? Мен бұрында оқыдық. Суретін салып қойып, суреттерінде көрген сияқты боламыз. Бірақ нағыз өзін көру деген ол бір ерекше сезім. Қағбаға барып көзімізбен көргенде, ана плакат, әр жердегі плакатын көріп жүрген нәрсені тура өзін көзбе-көз көргенде ол сезім ерекше ол. Бәлен сөзбен айтып, оған сөз тауып, әуреленбей-ақ қойын. Араб тілінің маманысыз, араб тілінен сабақ бердіңіз. Бұл жақта енді қалай араб тілін қолданып жүрсіз ба? Аздап-аздап біздің деңгейде білетін араб тапқан деп қалсын. Жақсы ағасы. Жоқ, сөзің шыны керек, бұл жерде енді жұмысшылардың бәрі араб емес, өзге ұлттар. Әженіп. Олармен араб тілі туралы олармен сөйлесу. Кеше бір айтпақшы, кеше бір таңға Мәшиділ Харамға барып таңертең кірер кезде бір намаздан кейін бір жігітпен сөйлесіп қалдым. Мысырдікі екен. Қуанып қалдым, арабшасы сондай әдемі. Екеуміз біріміз қуанса көрісіп, танысып әңгімелесіп. Сөйтіп бір жасап қалдым араб тілін. Көптен бері сөйлеспей қолданбай қалдым. Келген компаниямыздың ұйымдастыру жайлы не айтар едіңіз? Ұйымдастыру өте жоғары деңгейде. Бізді алақандарына салып алып жүр деуге болады бұл компания. Барған жерімізде бәрі дайын. Көңіліміз қазір сеніп алдық бұл. Сондай сеніп алдық компанияға да, компанияның жігіттеріне де. Оларсыз бұл. Олар айтады, орындайды. Айтады, орындайды. Міне, жанымызға рахат. Біз алаңсыз, уайымсыз, қайғысыз осы рәсімдерді, қажылықтың рәсімдерін атқарып жатырмыз. Алла Тағала қажылықтарыңыз қабыл етсін. Алла Тағала кейінгі ұрпақтарға да отбасыңызға нәсіп етсін қажылыққа. Келесі жылдарда келуді нәсіп етсін сізге иншалла. Ол жылда келе беретін ол. Ниет етсеңіз болды ғой иншалла. Ниет етеміз. Ниет етеміз. Келесі жылы көреміз. Жеңгеңді. Раушан тәте сәлем деп. Жеңгеңді. Мысалы жеңгеңіз көнсе. Анау келіп жатыр екен. Ерлі зайыптылар. Жарасымды. Кеше тауып жасап, қағбан тауып жасап жүргенде де байқайсың. Кәдімгі жарасымды ерлі мен зайыбы. Бірін-бір қолдап, бір-біріне қарасып. Меніңше ерлі зайыптың арасын тіпті жақындастыра ма деген ой келіп қалды. Мынандай тауып жасап, сезімдері бірге, жаңағы ойлары бірге болғандықтан олар бұрынғыдан да жақындаса ма деген ой келді жаңағы. Қарап отырып, ерлі зайыптары қарап отырып. Машалла. Алла разы болсын. Саламат аға. Тағы сұрақтарың болса қоя бер. Проблема болса шешуші жүр қой деп отырсыз. шешіп береміз.
Машалла. Алла разы болсын, самат. Әмин.